әділ қазалқасы. Біз нөмірі 23 жалпы орта білім беретін мектептің 11 сынып оқушылары Сейткайзина Аяулы. Қызат Еркенас. Біздің зерттеу жұмысымыздың тақырыбы Қалбатау өңірінде кездесетін қыналардың түрлері. Қыналар олар өте ерекше биохимияға ие. Олар әртүрлі субстраттардың кеңінен таралған, мәселен, тау жыныстарынан бастап ағаш жапырақтары мен бұталарына дейін. Қыналар саңырауқұлақ пен көк жасыл балдырдың селбесіп өтетін өте ерекше ағза. Қынаның ерекшелігі бізді қызықтырып, Қалбатау өңірінде қынаның қандай түрлері бар екенін анықтау үшін ғаламтор желілерін қарадық. Алайда Қалбатау өңірінде кездесетін қыналар туралы ақпарат ешқай жерден таппадық. Бұл біздің жұмысымыздың өзектілігі болып табылады. Біздің жұмысымыздың мақсаты Қалбатау өңірінде кездесетін қыналардың түрлі құрамын анықтау және сипаттама беру. Аталмыш мақсатқа қол жеткізу үшін келесідей міндеттерді қойды. Олар осы тақырып бойынша әдебиеттерді талдау, зерттелетін аймақтың физика-географиялық жеріне сипаттама беру, қына үлгілерін жасап, олардан коллекция жасау, анықталған қыналарға биологиялық сипаттама беру. Жұмысымыздың практикалық маңызы мектепте оқушылар қына тақырыбын қарастырғанда және студенттердің зерттеу жұмыстарына таптырмас қосымша материал болып табылады. Бұл жерде сіздер Қалбатау өңірінен кездесетін қыналарды жинау барысын көре аласыздар. Біз қыналарды зерттеу үшін келесі зерттеу әдістерін пайдаландық. Олар қыналарды жинау әдісі, қыналардың жинақтама, жасап түрлерін анықтау әдісі, фото-видеоға түсіру әдісі, салыстырмалы сараптама және фенобақылау жүргізу әдісі. Біз өз зерттеу жұмысымызды 2023 жылдың наурыз айынан бастадық. Ол кезде біз қыналардың биологиясын, морфологиясын теориялық жүзінде зерттеп бастадық және де Семей өңірінде кездесетін қыналар туралы ғаламтор желісінен анықтағыш әдебиеттерден іздедік. Алайда біз ешқандай мәлімет таппадық. Сол үшін 2024 жылдың қазан-сәуір айларында біз практикалық бөлімге көштік және де біз ол кезде қазан-сәуір айларында Қалбатау өңіріне бардық. Біз қазан айының 6-11 аралығында Қалбатау өңірінде қыналар жинадық. Ол кезде ауа температурасы плюс 19-21 градус жылы болды. Және біз Семейден Қалбатау өңіріне баратын жолда сол жақтағы таулардан қыналарды жинадық. Ол жерде біз қынаның 6 туысқа жататын 7 түрін кездестірдік. Олар Перукария нигриценс, Пармелия амфалодес, Пармелия ваганс, Пармелия сулката, Гаспарина элеганс, Эликанора лафана, Канделярия виталина және Ризогарпон география. Бұл жерде сіздер қыналарды, жинаған қыналарымызды мектепке әкеліп, оларды анықтау барысындамыз. Біз оларды анықтау үшін ғаламтор желісін және анықтағыш әдебиеттерді пайдаландық. Және біз анықтаған қыналардың дұрыс тапқанын білу үшін Алихан Бөкейхан университетінің мамандарына барып тексерттік. Одан кейін ол тексерген қыналарымызды коллекция жасауды бастадық. Біз коллекция жасаған кезде таста өсетін қыналар желмен қағазға жабыстырған кезде оңай жабыстырылды, ал субстратты топырақ болғандықтан кейбір қыналар жабысуға қиын болды. Бұл жерден сіздер түрлі аудандардан тапқан қыналарымыздың статистикасын көре аласыздар. Көкентау тауларынан біз 6 қына, ал Қалбатау өңірінен 7 қына таптық. Бұл Қалбатау өңірінде кездескен қыналардың түрлері. Біз жұмысымызды қорытындылай келе Қалбатау өңірінде барлығы 6 туысқа жататын 7 түрлі қынаны таптық. Көкентау өңірінде жиналған қыналармен салыстырғанда Қалбатау өңірінде бір қына түрін артық таптық. Ол ризокарпон географиум түрі, яғни географиялық ризокарпон. Қалған 6 түрі 2 өңірде де кездесті. Анықталған қыналардың биологиялық сипаттамасын мемлекеттік тілде жазып жүйеге келтірдік. Визуалды әдіспен Қалбатау өңірінде Эликанора лафана түрі доминантты түр екенін анықтадық. Назарларыңызға рахмет.